Енді самолет 30 минутқа кешіксе, билет бірден қайтарылып, басқа ұшақпен ұшып кетуге мүмкіндік пайда болады. Интернетті ашып қалсаңыз, осыған қатысты ақпарат жиі байқайсыз. Ұшақ 30 минутқа кешіксе, билет құны қайтарылады. Яғни енді қайтарымсыз әуе билеттері деген болмайды. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Осындай заң қабылданды ма? Бірге тексеріп көрейік. Бұл өзгеріс 1 наурыздан бастап Ресейде күшіне енетін өзгеріс. Дегенмен мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов қоғамдық палатаның отырысында Ресейдегі дәл осы 30 минут практикасын мысалға келтіріп, кейін көлік министрі Нұрлан Сауранбаевпен болған кездесуде ұсынған мәлімдеді. Дәл қазіргі уақытта бұл өзгеріс тек ұсыныс түрінде ғана, ешқандай заңға өзгеріс енгізіліп, түзетулер жасалып жатқан жоқ. Сондықтан ақпарат жалған. Ал қазіргі әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы заңының 86 бабы 2 тармағына сәйкес, егер тасымалдаушының кінәсінен рейс 5 сағаттан астам кешіксе, жолаушыға билеттің толық құнын қайтаруға міндетті. Яғни егер бізде бұндай түзетулер енгізілсе, самолет кешігіп жатса 5 сағаттың орнына 30 минутта билет қайтарылады екен. Мұрат Әбенов көлік министрлігімен болған кездесуде бұдан бөлек тағы қандай мәселе көтерді? Депутат 26 қаңтарда көлік министрімен кездесуде бірқатар ұсынысты айтқанын жеткізді. Олардың арасында мынадай ұсыныстар бар екен. Овербукинг болса, сол үшін айыппұл салынады, және азаматтарға $1000 дейін ақша өтемақы беріледі екен. Әуе компанияларына рейсті кешіктірсе, бортты ауыстырса және багажды кешіктірсе, оларға қосымша айыппұл салынуы тиіс. Билет ақысын ваучер жүйесімен қайтару толығымен жою керек, және билет құнын 7 күн ішінде ақшамен қайтару керек дейді. Кез келген айыппұлдар мен тарифтер компанияның ішкі құжаттарымен емес, көлік министрлігі бекіткен тасымалдау ережелерімен негізделуі тиіс дейді. Сондай-ақ Мұрат Әбенов әуе компаниялардың қайтарылмайтын билет тарифтерін сынға алып, бұндай практиканың біздің елде мүлде болмау керектігін айтты. Министрмен кездесуден кейін заңға түзетулермен жұмыс істейтінін жеткізіп, барынша биылғы көктемде өзгеріс жасауға тырысатынын айтты. Ал сіз бұл өзгерістерді қолдайсыз ба?